зум переход ең оңай тәсілін үйретемін. Мен орнында қара сабақтар болады, басқа түрлерінен, бірақ осы жолға зум переходтың бір түрін сіздерге үйреткім келіп отыр. Осындай 3 футажды алдым. 3 футажы бұл пиксель секундын алдым. Оны барысына түсіндірем. Зум эффект жасаймыз. Зум переход. Ол үшін бізге корректирующий слой бар настройкасымен қолданамыз. Корректирующий слой. Енді корректирующий слойды біз бұлай қолданамыз. Біз керекті кадрын бұлай бөліп аламыз. Бұлай солға қарай 10 кадр жыртуға болады, немесе Shift батын басып 10 кадр санауға болады. Міне санап алдық. Осыны мына жерге көшіріп қоя саламыз. Енді біз бұған келесі эффекттерді қолданамыз. Эффекты, видео эффекты, искажение, преобразовать. И мына корректирующий слойға соны қолданамыз. Енді элементы управления эффектін кіреміз да. Масштаб. Мына басынан қоямыз да. Масштаб. Масштаб мына. Кешіңдер. Масштаб. 100%. Кілтін қоямыз. Ортасына келеміз да. Масштаб 150 дейміз. Сосын астындағы сызықтарды барысына түсіндіріп көріп отырыңыздар. Бұлай жылжытамыз. Емес. Бұлай жылжытамыз. Енді осыны барынша осы уақытқа жылжытамыз. Сосын кейін біз қолданамыз размытие. Көріп тұрғандай жақында да экран бізде масштаб көтерілді ғой, масштаб басқаша болады. Масштабқа кіреміз. Басынан кілтті қоямыз. Мына жерге ортасынан 110-ды қоямыз. Бұны ерекшелейміз. Мына қарсы бетке қарай тартамыз. Осылай тартамыз. Сосын размытие жасаймыз. Енді көреміз. Көргеніңіздей бізде өзгерді. Бұл бізде зум эффект. Осы қолданған масштабымызды келесі
суретке қолданамыз видеомызға. Zoom эффект. Zoom эффект ол бізде переход сияқты, бірақ бізде жақындатып алыстатады. Енді осының үлкен масштабта толық түрде көрсетемін сіздерге. Кәдімгі өзгергенін көріп тұрсыздар. Қолданыңыздар, көріңіздер.